Украинада елге сатқындық жасады деп күдікке жүздеген мемлекет қызметкері ілікті. Ел президенті Владимир Зеленскийдің мәлімдеуінше, олар Ресеймен тығыз байланыста болып, бірлесе әрекет етіп отырған. Киев жауаптыларға қандай шара қолданды? Жалпы Украинадағы ахуал қандай? Жансая Қапасқызының материалында. Украинада мемлекетке опасыздық жасады деген күдікпен 650-ден астам қылмыстық іс қозғалған. Күдіктілердің басым бөлігі Украинаның қауіпсіздік күштері мен бас прокуратураның қызметкерлері. Киев оларды соғыс кезінде Ресейге көмектесті деп айыптап, қызметкерлерінің ісі үшін қауіпсіздік күштерінің басшысы Иван Баканов пен бас прокурор Ирина Венедиктованы қызметтен босатты. Станом на сьогодні зареєстровано. Қазіргі таңда мемлекетке опасыздық жасау фактісі бойынша 651 қылмыстық іс тіркелген. 198 іс бойынша жауапты тұлғалар күдікті деп танылды. Қауіпсіздік күштері мен прокуратураның 60-тан астамы оккупацияланған территорияларда қалып, мемлекетімізге қарсы жұмыс істеп жатыр. Бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. Ал Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу Украина армиясының ұзақ қашықтыққа арналған зымырандарын жоюға бұйрық берді. Министр сол қарудан қарсы тарап Донбасты атқылап жатыр деп есептейді. Десе де әскери нысандарды ғана жоямыз деген ресейліктердің ракеталары тұрғын аудандарға түсіп жатыр. Мы ничего не поняли, кто. Қалай болғанын түсінбей қалдық. Енді біздің үйімізде шатырымызда жоқ. Бірнеше қирады. Бір итім жараланып, тағы біреу өліп қалды. Далаға шыққанымда көршімді көріп, оны жараланған екен деп қалдым. Сөйтсем, мерт болыпты. Украина жасақтары да қарымта шабуылды күшейтіп, Донецк және Бахмут бағытында бірнеше елді мекенге шабуыл жасаған Ресей күштеріне тойтарыс берді. Сөйтіп, Киев соғыста опат болған ресейлік сарбаздардың саны 38 мыңнан асты дейді. Алдағы күзде Украинадан халық тағы да үдере көшуі мүмкін. Елдің вице-премьері Ирина Верещуктың болжамынша, жылу маусымы басталғанда елдің шығысынан батысына қарай тұрғындар жаппай қоныс аударуы ықтимал. Себебі соғыс жүріп жатқан аудандарда жылу газ құбырлары қирап, энергия беру көздері өшірілген. Оларды әзірге қалпына келтіру мүмкін емес. Демек, соғыс салдарынан үйлерін тастап кеткен 7 миллиондай адам саны тағы да өседі деген сөз. Жансая Қапасқызы, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі.